Басымнан өткен қызықты оқиға. 2011 жыл желтоқсанның 29 жұлдызы еді. Тағы да мектепте жаңа жылдық концерт. Менің негізгі мектептерде түрлі шараларда ән айтатыным бар еді. Жаңа жылдық концертке де біз ән дайындағанбыз. Әннің аты «Жаңа жыл». Сонымен не керек? Сол әнді айтатын болып үйден сөзін жаттап, ақтер көктер болып өлеңнің сөзін жаттағандай болдым. DVD-ге караоке дискіні салып жібердім. 2000 теңгеге сатып алған микрофонмен жаңа жыл әнін айтып күнде дайындалатынмын. Анам маған ән айтып жатқанда қатемді түзетіп, былай айтасың, мына жерін былай айтасың деп білгенін айтып отыратын. Бір жағынан ән айтуға анамның қосқан үлесі зор. Анамның арқасында біраз жаттығып қалдым. Үйде айтқанда өлең сөзін ұмытпай, әнді нақышына келтіріп орындап жүретінмін. Үйде дайындалған бір бөлек, мектепте дайындалған бір бөлек. Сөйтіп желтоқсанның 29-да болды. Концерт кешкі 7-лер шамасында басталды. Мен жаңағы жаңа жыл әнін айтатын болдым. Концерт басталды, таяқ жерге тасталды. Жоғарғы сыныптың екі жақсы жүргізеді деген оқушылары сықиып киініп, қолдарына қара папкаларын алып, қақшиып концертті бастап жіберді. Менің бір әдетім өлең айтатын сәтім таяған кезде жүрегім лүпілдеп қатты қобалжитынмын. Сонымен жүргізушілердің бірі кезекті әсем әнді қабыл алыңыздар. Ән жаңа жыл орындайтын бәленшеұлы бәленше деп хабарлады. Қара костюм киіп алып, қызыл галстукты қақшитып, қолдарым дір-дір етіп сахнаға қарай бет алдым. Залда көрермендер толып тұр. Ине шаншырлық жер жоқ. Ән басталды. Ішімнен «О, Құдайым, әнді өз деңгейінде орындап шығайыншы» деп айттым. Сонымен бірінші куплетті айтып, әрі қарай қайырмасы кетті. Ән жүріп жатыр, ал қызық енді басталды. Ішімнен екінші куплетті айтайын десем, ойыма түспей қалды. Ал қырсық шалды деген осы. Әннің екінші куплеті басталуға санаулы секундтар ғана қалды. Мен болсам екінші куплетті ұмыттым да қалдым. Ішімнен енді қайттым, не істеймін деген ойлар маза бермеді. Әй, жарайды, екінші куплетті айта алмасам ұят болар дедім де ақындыққа бастым. Куплет басталды. Мен ойдан жаңа жыл туралы сөздерді ұйқассыз аңыратып жатырмын. Сондағы айтқан 4 жолым әлі есімде. Жаңа жыл келді, жаңа күн келді. Құтты болсын, жаңа жыл құтты болсын, ортаға шығып билеңдер, кәне достар, ал керек болса. Тым ұйқассыз қара сөзді өлеңнің әуеніне әрең деп келтірдім. Қара терге түсіп, куплет біткенде уф дедім. Мәз мейрам көрермен менің куплетті ұмытып, ойдан айтып жібергенімді де байқамай қалды. Өйткені көрерменнің өлең сөзіне қарайтын шамалар жоқ. Барлығы мәз мейрам болып отыр. Сөйтіп өмірімде ойдан 4 куплет өлең шығарып жібергенім бар. Өлең де аяқталды. Барлығы қол шапалақтап жатыр. Басымды идім де сахнадан кетіп қалдым. Үйге келіп ата-аналарыма айтып едім, бәрінің тырқылдап күлмесі бар ма? Сөйтіп жаңа жылды да өткіздік. Бұл оқиға ойымнан әлі күнге дейін кетер емес.